Сәлеметсіздер ме достар? Арнаға қош келдіңіздер. Жазда пісіп жетілетін жүгері жер-жерде көп сатылады. Ал оның тек дәмді азық қана емес, денсаулыққа пайдасы мол екенін көпшілік біле бермейді. Ендеше оның денсаулыққа пайдасы туралы кеңес береміз. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Жүгерінің пайдалы құрамы моно және дисахаридтерден қанықпаған май қышқылдарына, су, крахмалға өте бай. Сондай-ақ оның құрамында В9, Е, ПП, В1, В5, С дәрумендері және ниацин, холин бар. Бұл өнім құрамындағы темірдің көптігінен чемпион. Жүгерінің пайдалы қасиеттері: ғылыми зерттеулердің нәтижесінде жүгерінің жоғары тағамдық және биологиялық белсенділігі дәлелденген. Егер сіз осы өнімді күнделікті рационыңызға қоссаңыз, ағзаңызда зат алмасу процесі айтарлықтай жақсарады. Нәтижесінде денсаулығыңыз да жақсарып, иммунитетіңіз де күшейеді. Қуырылған жүгеріге қарағанда қайнатылған жүгері пайдалы болады. Қайнатылған жүгері терінің қартаюын тежейді және қатерлі ісік дамуын болдырмайды. Сонымен қатар, зат алмасу бұзылған кезде бауыр ауруы, жүрек қан тамырлары ауруын емдеу кезінде пайдалы. Жүгеріні өт тасы, холангит және холецистит белгілерін жеңілдету үшін пайдалануыңызға болады. Гастрит кезінде ұнтақталған жүгері сорпасын пайдалану ұсынылады. Оның асқазанның шырты қабатына да пайдасы көп. Жүгері шашағы шипалы ма? Жұртшылық арасында жүгері шашағын дертке шипа береді деп пайдаланушылар көп. Ол қаншалықты рас? Біз осы туралы айтатын боламыз. Мамандар жүгері шашағының бауыр өт қабы ауруларына ем екенін дәлелдеген. Сондықтан да оны дәрігерлер емге пайдалануға кеңес береді. Гепатит, холецистит, холангит, тас байлану сияқты аурулар кезінде дәрі-дәрмектер қолданылады. Оған қоса жүгері шашағын қолданса, ол қан құрамындағы билирубинді азайтады. Өттің қоюлануын болдырмайды. Жүгері шашағының емге қайнатпасы, тұнбасы қолданылады. Ащы шай ретінде де ішуге болады. Оны былай әзірлейді. Эмальді күрішке 2 ас қасық шашағы салынады. Үстінен қайнатылған су құйылады. Сосын қақпағын жауып, кастрюльге қайнап тұрған моншасына орналастырады. 15-20 минуттан соң алып суытады. Содан соң сүзіп үстіне тағы да су құяды. Оны күніне 3 рет тамақтан соң 1 ас қасықтан ішіп тұрады. Жалпы қайнатпа тұнбаларды жылы күйде алдын ала шайқап барып ішеді. 2 апта ішіп, үзіліс жасайды. Жүгері шашағынан жасалған сусынды шай ретінде ішіп тұруға болады. Оған қара қарақат жапырағы, жалбыз, репейник, мың жапырақ қосып ішуге де болады. 1 стақан қайнаған суға 1 шай қасық шөп қосылады. 15-20 минут тұндырып, күніне бірнеше мәрте жарты стақаннан ішеді. Жүгері шашағын диабетке қарсы қолдануға болады. Оның сығындысы дәріханаларда бар. 15-20 минут тамшыдан суға қосып, 1 ай бойы күніне 34 мәртеден ішіп тұру керек. 2 апта үзіліс жасап, қайта жалғастыруға болады. 6 айға дейін қолдануға болады. Оны үйге дайындауға болады. Ұсақталған 2 ас қасық шашақты жарты литр қайнаған суға салып, баяу отта 5-7 минут қайнатады. 30-40 минут тұндырып, күніне 3 мәрте ішіп тұрады. Оның орасан көмегі бар. Қандағы қантты азайтады, жалпы жағдайды жақсартады. Атеросклероздың алдын алуымен емдеуге жүгері шашағының пайдасы бар. Ол жаман холестеринді азайтады. Бас ауруын, құлақтағы шуды басады. Ұйқы, есте сақтау қабілетін жақсартады. Емдеу курсы 3 аптадан арасында. 2 аптадан үзіліс жасап, 4-6 ай бойы жалғастыру керек. Бүйрек ауруларына, циститті, тас байлануының емдеуінің жүгері шашағының пайдасы көп. Зәр айдайды, қабынуды басады.
Құмның бүйрек пен несеп жолдарынан тез және жеңіл кетуіне септігін тигізеді. Дегенмен кей жағдайда жағымсыз әсері бар. Мысалға айтатын болсақ, оны жүкті әйелдер қолданбау керек. Сонымен қоса аллергиясы бар адамдарға да абайлап қолданған жөн. Және қаны тез тым ұйғыш адамдарда ол жайсыз тиеді. Тамаққа тәбеті төмен адамдарда қолданса, тәбеті одан сайын төмендеп кетуі мүмкін. Зәр қуатын қасиетке ие болғандықтан, бұл тұнбаны ұзақ уақыт қолданса, организмдегі калий мен магнийді азайтады. Осы жағынан абай болу керек. Ем болсын достар. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.